Армысыз құрметті көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар қызметі. Студияда мен Алтынгүл Төлегенова. Бүгінгі күннен аңдатпа болсын. Кезекті кеңейтілген аппараттық жиын өтті. Қала әкімдігі ашық алаң жаңа жобасын іске қосты. Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Ұлытау облысына келді. Аппараттық жиынның күн тәртібінде 3 мәселе қаралды. Қала колледждерінің түлектерін жұмысқа орналастыру, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімі анықтаған мердігерлердің жыл бойы атқарған жұмысы, сондай-ақ Сәтпаев қаласының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі қызметі және спорт ғимаратының қолжетімділігін қамтамасыз ету шаралары талқыға салынды. Жиын барысында түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесі бойынша колледж директорлары баяндама жасап, жүргізіліп жатқан жұмыстарын көрсетті. Сәтпаев қаласында бас аяғы 3 колледж орта білім береді. Денсаулық медициналық колледжі тек студенттердің тәжірибеден өту үшін жергілікті медицина мекемелерімен келісім жасалғанын, ал түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесі қарастырылмағанын тілге тиек етсе, индустриалдық колледжі 2024 жылы 75 түлек аяқтап, оның 43-і жұмысқа орналасқанын айтады. Білім ордасында бас аяғы 339 түлек білім алады. Ал Қазақмыс корпорациясы жанындағы технологиялық колледжінде жұмысқа орналастыру мәселесі 97%-ды құрайды. 2024 жылы түлектерді 42 бала бітірді. Сол 42 баланы 2 мамандықтан ғана бітірді. Себебі жұмысқа оқуға қабылдау осы 4 жыл бұрын сол 2 мамандыққа жүргізілген болатын. Ол электромеханикалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы бойынша 16 оқушы бітірді. Және пайдалы қазбалардың жер астында өңдеу мамандығы бойынша 15 түлек бітірді. 16 оқушының ішінде 15-і управление энергетики по сервисному обслуживанию практикасын өтіп, тура сол жерге жұмысқа орналасты. Қалған 26 түлек пайдалы қазбалардың жер асты өңдеу мамандығы бойынша оңтүстік, шығыс, батыс, жомарт рудниктеріне орналасты. Енді көрсеткіш бойынша слайдтағы 7-8% оқушылар ғана мамандығына тыс, бітірген мамандығынан тыс мамандыққа жұмысқа орналасты, қалғандарының барлығы өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналасқан. Сәтпаев қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің 2024 жылы мердігерлік ұйымдармен атқарылған жұмыстары да баяндалды. Ақпаратқа сүйенсек, бірқатар мердігер ұйым тиесілі жұмыстарын атқармаған үшін сотқа берілген, алайда мәселе шешілмеген күйі қалып келеді. Барлығы осылай шалапылас селінген, қардың үстінен асфальт төсеп, мерзімінен кеш беріліп, айналдырған 5-ақ көше. Өздеріңіз көріп отырсыздар, жиынға қатысушылар, Сәтпаев қаласының тұрғындары, жолымыздың қандай халде екен. Келесі жылға 8 көшені жоспарлап отырмыз. Биылға 5 көшені толық сапалы орындай алмадық. Келесі жылы қалай болатыны белгісіз. Әшім Мұхамедұлы, біздің тарапымыздан, әкімшілік тарапымыздан әрине дұрыс, сотқа беріп жатсыз, айыппұл іліп жатырсыз. Бірақ техникалық спецификацияны күшейтуіміз керек деп ойлаймын. Кез келген мердігер ауқымды жұмыстарды алып сапасы орындаудың бір мәселесі ол техникалық спецификацияның төмен сапалы болуы. Сондықтан келесі жылға ескеру керек. Сондай-ақ жиында Сәтпаев қаласының балалар мен жасөспірімдер спорт ғимаратының қолжетімділігін қамтамасыз ету шаралары қаралды. Аталмыш спорт мектебінде ауыр атлетика, үстел теннисі, карате, мәнерлеп сырғанау, шайбалы хоккей сынды 10 спорт түрі 20 бапкер жаттықтырушы қызмет етеді. Сондай-ақ 986 спортшылар бар. Аппараттық жиын соңында қала әкімі жауапты басшыларға күн тәртібінде қаралған сұрақтар бойынша тиісті тапсырмаларды жүктеді. Алтынгүл Төлегенова, Аслан Аукенов, Ақшам телеарнасы, Сәтпаев. Қала әкімі Мұрат Бөрібаевтың бастамасымен ашық алаң жаңа жобасы іске қосылды. Жоба аясында шаһар басшысы жыл бойы атқарылған және уақытылы орындалмаған жұмыстарға тоқталды. Толығырақ келесі бейнематериалда.
Қала әкімінің айтуынша, биыл балалардың бос уақытын тиімді пайдалану, салауатты өмір салтын сақтау мақсатында 310 миллион 640 мың теңгеге 20 жаттығу кешені, 15 балалар ойын алаңы және 5 футбол алаңы салыныпты. Алғаш рет балалар ойын алаңдарына 76 жарық бағаналары орнатылды. Былтыр орнатылған футбол алаңдарының сапасы төмен болғандықтан, биылғы алаңдарға ерекше көңіл бөлдік. Мысалы, футбол алаңдары жаңа үлгіде, төбесі жабылған және сапалы темірмен қоршалып қапталған. Қаланың төменгі шеттегі аудандарында демалыс орындары көп емес. Сол себепті қала картасында Қызғалдақ, Бабыр би аллеялары қайта жаңғырды. Батыс ауданда орналасқан Қызғалдақ шағын сәулеттік архитектурасы жөндеуден өтіп, жарық шамдары, орындықтар қойылып, балалар ойын алаңы және жаттығу элементтері орнатылды. Бабыр би аллеясында да дәл осындай жұмыстар жүргізілді. Бұдан әрі Мұрат Бөребаев туындаған мәселелер мен оларды жою жөніндегі шараларға тоқталды. Ол биыл өкінішке орай жоспарға қойылған біршама жұмыстардың орындалмағанын да атап өтті. Биыл қаланың 6 көшесіне орташа жол жөндеу жұмыстарын жоспарлаған болатынбыз. Алайда мердігерлердің келісім шартта көрсетілген мерзімде жұмыстар жүргізбегені үшін 15 қараша күні ПК Дорожник ұйымын сотқа бердік. 6 көшеге 200 миллион теңге бөлінген. Биыл 20 аялдама орнатылды. Алайда олардың сапасы көңілден шықпайды. Атамекен Инвестгрупп мекемесіне ескерту берілді. Алдағы 10 күндікте мәселе шешімін таппаса, сотқа жүгінеміз. Бұдан бөлек 7-ші ықшам ауданға жерасты контейнерлерін орнатып, жан-жағын абаттандыру бойынша жоспар болған. Конкурс нәтижесі бойынша Rivera Corporation жауапкершілігі шектеулі серіктестік анықталған. 22 контейнердің 15-ін ғана орнатқан, келісім шарт мерзімі өтіп кеткен. Сол себепті 7-ші қараша күні мердігерді қара тізімге енгізу бойынша сотқа арыз беріліпті. Осылайша қаладағы біршама жұмыстарға тоқталған қала әкімі аталмыш жоба аясында ашықтыққа ұмтылып, осы форматта атқарылған жұмыстар туралы есептерді ай сайын ұсынатынын тілге тиек етті. Алтынгүл Төлегенова, Құндызай Кәрімова, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Ұлытау облысына келді. Жұмыс сапарының аясында халықпен кездесу өткізіп, азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Бұдан бөлек бірнеше нысандарды аралап, экологиялық ахуалмен танысты. Кездесуге қоғам белсенділері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Жиынға қатысушылар өңірдегі экология мәселесін көтерді. Кездесуден кейін экология және табиғи ресурстар министрі мен Ұлытау облысының әкімі Жезқазған мыс қорыту зауытында болып, күкірт қышқыл цехын жаңғырту үшін қолға алынған жобамен танысты. Ол ауаға таралатын залалды қышқылдың көлемін азайтуға ықпал етпек. Ал Жезқазған, Сәтбаев қалалары мен Ұлытау ауданын экологиялық апат аймағы деп тану мәселесі келесі жылы нақтыланады. Бұл туралы экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев өңір тұрғындарымен кездесуінде айтты. Пилоттан осы промышленный эксплуатацияға берілді. Алдағы уақытта біз осы қай мекеме болмасын бірінші категориядағы ең мынау ластаушы заттар көп тастайтын. Солардың бүкіл осы қай көлемде тастап атқан зиян заттарды соның бәрін көріп отырамыз. Ұлытау облыс бойынша 5 мекеме сол жүйені қондыру керек еді. Соның 4-еуі қондырды. Ол мына Қазақ мыстың қасындағы Қазақ мыс дистрибьюшн, Сmeltis, тағы энерго мекемелері. Келесі кезекте министр Ұлытау облысының орталығындағы ботаникалық бақтың жайын бақылады. Аумағы 70 гектарға жуық орынды тиімді пайдалану, жүзеге асыру мүмкіндігін қарастыру жолдары да талқыланды. Мақсат облыс орталығын көгалдандыру жобасын қолға алу. Алда Ұлытаудың климатына бейімделген 10 мың түп ағаш егіледі. Айта кетейік, Қазақстан Республикасының экология және табиғи ресурстар министрлігі мен Ұлытау облысының әкімдігі арасында өңірдегі экологиялық ахуалды қалыпқа келтіру үшін жол картасы әзірленіп бекітілді. Мемлекет жағынан көптеген іс-шаралар қабылданып жатыр. Осы күні кеше ғана Жезқазған, Ұлытау облысы бойынша үлкен құжат қабылданды. Ол жол картасы. Сол жол картасында 28 жылға дейін көптеген осы іс-шаралар, экология мәселесі бойынша шаралар қаралған. Оның ішінде мысалға Сәтбаев пен Жезқазған қаласына бағанағы қос күнделікті адам тіршілігінен шыққан суды тазалау орындарын салу өндірістерін, одан тыс мынау
Қазақмыс мекемесіндегі күкірт қышқыл цехтерін жаңарту мәселелері, тағы да басқа осы экологияға әсерін тигізіп жатқан мәселелер шешу іс-шаралар қарастырылған. Жұмыс сапарының соңында Ерлан Нысанбаев пен облыс әкімі Дастан Рысбеков аталған салада жұмыс атқаратын мекемелер мен ұйымдардың өкілдеріне жиын өткізді. Кездесу барысында өңір басшысы ел президентінің бастамасымен қолға алынған Таза Қазақстан республикалық акциясының облыста жалғасын тапқанын және келер жылы облыстың абаттандырылу, көгалдандырылуына арналатын жобаларға басымдық берілетінін жеткізді. Экология және табиғи ресурстар министрі өз кезегінде полигондардың жұмысын реттеу, өндіріс орындарындағы зиянды қалдықтарды ауаға таралуымен күресу, контейнерлер мен техникалар санын көбейту және жезқазғанда жасыл белдеу қалыптастыру қажеттігін атап кетті. Алтынгүл Төлегенова, Шыңғыс Шернияз, Ақшам телеарнасы, Ұлытау облысы. Бүгінге айтарымыз осы. Алда ауа райы мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын.